Бүйрек ауруы қалай пайда болады? Бүйрек ауруын қалай емдеу керек? Бүйрек ауруының пайда болуының бірі табаннан өткен сыздан болады. Қазіргі ата-аналардың көбі баланың аяқ киіміне мән бермейді. Көбінде ұлтарақсыз аяқ киім киеді. Табаннан өткен сыз көптеген ауруға душар қылады. Соның басты бірі бүйрек ауруы. Қазақ медицинасы созылмалы бүйрек ауруын қалай емдеген? Біз көрнекті дәрігер Мақсат Әбдіқадырұлы ұсынған кеңеске сүйеніп, аталған сауалға жауап іздеп көрейік. Созылмалы бүйрек ауруын емдеудің қарапайым рецепті төмендегідей. Тауық жұмыртқасынан бір дана алып, кішкене тесік тесіп, 7 тал ақ бұрышты жұмыртқа ішіне салып, иленген қамырмен жұмыртқа тесігін бекітіп, жұмыртқаны дәкімен орап, буда пісіреді. Піскен жұмыртқаны жейді. 10 күн бір емдеу мерзімі, одан кейін 3 күн өткізіп, екінші мерзімін жейді, және 3 күн өткізіп, үшінші мерзімін жейді. Ал бүйрек әлсіздігінен болған ісінуге төмендегідей ем қолданады. Бұзаубас кесірткіден 6 данасын қақтап, кептіріп, талқандап, 3-ке бөліп, күніне 3 рет, бір бөлігін дәрілік сары арақпен қосып ішеді. Денесі әлсіздерге 6 данасын емес, 3 данасын ғана қажетті мөлшерде байқап беру керек. Ауа райы салқын маусымда бүйректі жылы ұстаудың да маңызы зор. Бүйрек ауруының бұдан басқа да емдік амалдарын білгіңіз келсе, біздің каналға жазылыңыз. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Мақсат медициналық орталығының директоры, көрнекті дәрігер Мақсат Әбдіқадырұлының жеке мұрағат қорынан алынған мәліметтер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, ардақты ағайын.